саламатсызбы. Бүгінгі біздің сіресіміздің тақырыбы иық билеу және қолдың еркін бұлшықеттері қандай қамтамасыз етілуі деген тақырыптарды алдық. Ал енді бірінші қол бұлшықеттеріне тоқталайық. Негізі қол бұлшықеттері топографиялық жағдайына байланысты, ерекшелігіне байланысты иық билеу және де қолдың еркін бұлшықеттері болып екіге бөлінеді. Еркін бұлшықеттердің өзіне иық билеу және де қолдың бас бұлшықеттері болып та бөлінеді. Дельта тәрізді бұлшықет. Бұның ең ерекшелігі бұл алдыңғы бөлігі жиырылған кезде флексия, ал артқы бөлігі жиырылған кезде экстенсия, яғни жазылу бүгілу секілді қызметтерді атқарады. Мускулус дельтоидес деп аталады. Бұл жазықтыққа әкелу секілді қызметтер атқарады. Бұның басталуы бұғананың латералды бөлігінің акромионынан басталып, бекітуі тоқпан жиілікті дельта тәрізді бұдырына барып бекінеді. Қылқан үсті бұлшықет мускулус супраспинатус деп аталады. Жауырынның қылқан үсті шұңқырын толтырып трапеция бұлшықеттерімен орналасады. Бұл иықты әкетеді және де алып келу қызметтерін атқарады. Және де кіші дөңгелек жұмыр бұлшықет мускулус терес минор деп аталады. Бұның қызметі иықты сыртқа бұрады, иық буын қаптап орналасады. Және үлкен жұмыр бұлшықет мускулус майор деп аталады. Бұл артқы жалпақ бұлшықеттің беттесіп отыр. Қызметі иықты ішке бұрады және де қолды артқа медиалды қозғалта қызметін атқарады. Иық бұлшықеттері екіге бөлінеді және де алдыңғы топ және де артқы топ бұл күшті жазғыштар болып бөлінеді, қарапайым тілмен айтқанда. Және де иықтың екі басты бұлшықеті. Бұл өте маңызды бұлшықет. Мускулус бицепс брахий. Бұның қызметі білекті бүгеді, сыртқа айналдырады. Және де оны алып келу, әкету секілді қызметтерге де қатысады. Бұл осы бөлікте орналасқан мускулус бицепс брахий деп аталады. Және де құстұмсық бұлшықеті бұл мускулус короко брахиалис деп аталады. Бұның иықты бүгеді және орталық жазықтыққа әкету қызметін атқарады. Иық бұлшықеті мускулус брахиалис деп аталады. Бұның қызметі білекті бүгеді, буын қабына кіреді. Және де иықтың үш басты бұлшықеті мускулус трикипс брахий деп аталады. Бұның сырттай қараған кезде үш бұрыш, яғни тригоник секілді, яғни үш бұрышты болып тұрғандықтан осылай атаған. Бұның яғни ойымызды қорытындылай кете, жалпы организмдегі негізгі сүйектерден кейін сүйектің сыртын қаптап, яғни біздің қимыл қозғалысымызға әсер ететін барлығы бұлшықеттер негізгісі. Ал бұлшықеттердің ішінде адамды, яғни көп бөлігін, яғни қимыл қозғалысының, яғни тіршілікке дейінгі ең бейім бөлігі ол яғни қол бұлшықеттер, иық. Яғни бұл арқылы біз бұлшықеттердің ең жақсы әрі ең мығым дамыған бөлігі осы иық билеу деп айта аламыз. Және де сол арқылы біз осы сабақты оқи отырып, біз өзіміздің қимыл қозғалыс және де бұлшықеттерді терең әрі зерделей аламыз деген ниеттемін. Назарларыңызға рахмет.